Елбасының биылғы жолдауы Түркияның 50-ден астам бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрді. Соның арқасында туысқан түрік халқы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі дамуының жоспарымен кеңінен танысуға мүмкіндік алды. Оның ішінде бір қауым қандастарымыз да бар. Ата жұртқа құлақ түріп, жағымды жаңалығын іліп алып кетуге әзір жергілікті қазақтар жолдаудағы ұсыныстарды жоғары бағалады. Ал тарихшы ғалым Әбдуақап Қара елдік мұратты көздейтін жолдау ұлт пен ұлысты ортақ мүддеге жұмылдырады деп есептейді. Бұл жолдаудағы негізгі пункттердің түпкі нысанасы менің ойымша президенттің көздегені Қазақстан және қазақтар брендке айналсын әлемде. Өйткені бұнда жасалған нанотехнологиядан сөз болып жатыр, медициналық ғылымдың дамуы, экономика, мал шаруашылығы және ең маңыздысы туризм саласында Қазақстанның қауіпсіз бір ел және адамдар үшін жайлы бір жер болсын деген бұл жерде айтылып жатыр. Нәтижеде бұлда жолдауда көрсетілген Қазақстанның келешектегі нысанасы алғашқы 30-лық елге кіру деген. Бұның барлығы қорытындылап айтқанда қазақ халқының брендке айналуына арналған деп білемін.